Саламатсыздарбы? Бүгін біз огурцыйды солить етеміз. Огурцы, мен огородтан жинаған огурцы аз болғандықтан қасына кабачки қосамыз. Мынау банка. Бұл банканы мен стерилизовать етіп алдым. Стерилизовать еткенде просто марганцовкамен шайып алдым. Бірінші міне мына банкаге укроп саламыз. Хреннің жарты жапырағын саламыз. 3-4 чеснок саламыз. Мына смородинаның жапырағы. Бұл смородинаның жапырағын салсаңыз, огурцыңыз хрустящий болып шығады. 4-5 салсаңыз болды. Вишняның жапырағы, ол да хрустящий болу үшін. Так, енді мына огурцылардың екі жағын кесіп тастайсыздар. Үлкен огурцыларды ала бергілеріңізге болады, мұнда болмайды. Қыста винегрет салатқа қосып жей қоясыздар. Хрустящий болса, үлкен күйінде жеп қоя бересіздер. Так, салып бастайық біз мұны. Барынша тығыз болып саласыз, орынды көбірек алу үшін. Енді қалған жеріне кабачкилерді турап-туралап салсаңыз болады. Енді мына перецті аласыз. 4 бөлікке бөлесіз. Тағы да перец аласыз. Мен 2 бөлікке бөлесіз болады. Енді әдемілеп салсаңыз, банкаңыз әдемі болу үшін. Мен обычно цветочек қылып салып жіберем. Енді қалғандарын жинап тастаймын. Сосын кипяток құямыз. Енді заготовка специяларын дайындап алайық. Қазір пока су қайнағанша. Так, 4 гвоздика, перец душистый перец салам, ароматный болып шығады. Душистый перец. Обычный горошек перец. И 2 лавровый лист для аромата. Банканы көрдіңіздер ғой да, жап-жасыл болып тұр. Енді осыған кипяток қоямыз. Сынбайды. Кипятокты жайлап бір кішкене күйіп алып, демін беріп аламыз. А то сразу қойсаңыз банка сынып кетеді. Кипятокты күйіп 20 минут қойып қоямыз. 20 минуттан кейін төгіп тастаймыз. Сосын қайттан құямыз тағы кипяток. 20 минутке қалдырамыз. Так,
20 минутымыз өтті. Суын төгіп тастаймыз. Ыстыққа байлаңыздар. Енді мына дайындаған заготовкаларымызды саламыз. Сразу расчет бойынша кислота болса, қандай кислота болса да, мысалы, уксусный кислота болсын, ацетилсалициловый кислота болсын, лимонный кислота болсын, кислотаны қолдана берем любойын. Мына жерде 1,5 литр банка болғандықтан 1,5 аспирин салам. Өйткені 1 литрге 1 таблетка расчет аласыз. Сосын бір ас қасық шекер и тұздан бір мынандай горка қылдырып толтырып салсаңыз болады. Дәмі не прогадаете. Тұзыңыздың качествосына байланысты. Мен просто көзге солай көзбен өлшеп сала беремін. Кішкене тағы қосып жіберейін. Сонымен міне тағы дайын болды. Енді кипяток құямын қазір. Кипяток құйып бастаймыз. Негізінде мен мына жерде көрсетіп отқан кипяток құятын. Мына тұздарды, шекерді мен сразу қайнатып рассольник істеп алатын едім. Ондай видеоны келесі түсіремін. Мына жерде тек бір банка болғасын асығыс қылып жауып отырмын. Негізінде көп банка жапқанда мен кастрюльге осының бәрін саламын да тағы 20 минутке қалдырамыз. Қазір көресіз, мен мынаның цветі өзгереді. Мына қазір жасыл болып тұр ғой. Кислота, тұз, солардың бәрі цветін өзгертеді. 20 минут өтті. Мынаны құйып алдым. Қазір қайнатып қайттан құйып жатырмын. Осыны закручивать етіп жауып тастаймыз. Болды. Осындай. Төңкергенде мынандай болып тұр. Банка болды. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.